Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осылай табаларымызды жуып тазалауды көрсететін боламын. Қаншалықты кір екенін қараңыздар. Бұл жарты жыл немесе 1 жыл аралығындағы жиналған осындай майлар. Енді бұны тап-таза етуді қазір көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ешқандай ферри бұндай майды кетірмейді. Тіпті ысқыласаң да азелитпен жусаң, азелитіңіз міндетті түрде көп кетеді. Ол үшін осылай суымызды ысытып бастаймыз. Ысып бастаған кезде қайнамай жатып 1 стакан белеснаны құямыз. Және де 1 стакан сұйық май құямыз. Және де ең соңында 1 стакан порошок құямыз. Порошок немесе пятновый выводитель құйсаңыздар болады. Енді осының қайнағанын күтеміз. Қайнаған кезде бұл майды, белеснаны, порошокты құятын болсаңыздар, көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Сол үшін қайнамай жатып құйып аласыздар. Қайнағаннан кейін ғана ыдыстарымызды жайлап саламыз. Мінекей сыйған жасалдым. Сол сыйған ыдыстарды 1 сағат көлемінде осылай қайнатып шығасыздар. Ағарғанша қайнатып шығасыздар. 20 минут, жарты сағат өткеннен кейін осылай аударып тұрамыз. Мінекей қарасаңыздар, ана қара дақтары жаймеңдеп кетіп жатыр. Қазаным қалыпты, қазанды да сала салдым. Мінекей қараңыздар, мынау май жағы, ал анау кеткен жағы. Ал қалған жуған ыдыстарым осындай болып тұр. Қазір жарықта да көрсетемін. Айта кететінім, жаңа бастапқыда 1 сковородкам болды. Ол сковородканы мен жуған жоқпын. Қатты керек болды өзіме, сондықтан оны кейін жуамын. Мінекей қараңыздар, барлық майлары сап тыйылды. Осылай жасасаңыздар болады. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қазаным әлі менің қайнап жатыр. Оны жаңа көрсеттім, қалай ағарып жатқанын. Ал мынау қазанымның крышкасы осындай әппақ болып қалды. Сау болыңыздар.